Бірде ата әжесіне айтады: әже, маған колобок пісіріп бер дейді. Сөйтіп оны пісіріп суысын деп терезенің алдына қояды. Ал бірақтан колобок қашып кетеді. Нан қоян шығып: колобок, мен сені жеп қоямын дейді. Ал бірақтан колобок: жоқ, мені жеме, мен саған өлім етіп беремін дейді. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, енді сенен де қашып кетем деп қашады. Алдынан қасқыр келіп: колобок, мен сені жеп қоям дейді. Колобок айтады: мені жеме, мен саған өлімін айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашып кетем деп қашады. Алдынан аю шығып: колобок, мен сені жеп қоям дейді. Колобок айтады: мен жеме, мен саған өлім айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін деп домалап қашып кетеді. Колобок кетіп бара жатып түлкі шығады: колобок, мен сені жеймін дейді. Колобок айтады: мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым деп айтып жатқанда түлкі айтады: мен құлағым естімейді, мен мұртыма шығып айтып берші дейді. Колобок оның мұртына шығып айтады: апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым деп айтып жатқанда түлкі оны аф етіп жеп қояды. Сонымен ертегі аяқталды.